Мына Қытайдың косметикалық заттарын пайдалануды қойыңыздар. Қытайдың уколдарын, дәрі-дәрмегін пайдалануды қойыңыздар. Алматыда қазір қаптаған Қытайдың докторханасы көбейіп кетті. Қаптаған шөп шалаң, ойбай бұл деген оригинал табиғи шөп дейді. Атаның басы ана шөптің құрамына бәріне бәленбай жаңағы химиялық заттар қосылған. Шөбі шөп, бірақ ана химиялық заттармен суарылған шөп. Сөйтіп әшейін бүкіл Қытайдың шөп дәрісін тұтынатын болып кетіпті. Абайлаңдар қазақтар. Сосын мына косметика. Мына 40-50-ге келген қатын қалаштар алады екен де көз құрып жібереді екен. Мысалы мен 50-ге келдім. Менде әжім болса табиғи. 50-дегі адам әжім болса табиғи. 50-ге келген бір әйел, менің құрдасым, оның көзінің айналасына әжім түссе табиғи. Мысалы менің көзімде міне салбырай бастады, табиғи ол табиғат. Мен неге оны укол салып шетірейіп алуым керек? Мысалы Тоқаев өткенде Сингапурға барып, аузын аша алмай отырды. Күлмей отырды. Неге? Укол салады бәріне, уколды. Қабаққа салады, бәріне салып тысырайып отыр. Әзір тойға барсаң қыздардың бәрі маймыл көтен. Көтені маймыл көтен емес, аузы маймыл көтен. Уколды салып қойған, дүрдиіп қалған бәрі бүйтіп тұр. Бүйтіп тұр. Қазақ деген өзі әдемі сұлу халықпыз ғой. Әдемі сұлу халық. Құдай бізді әдемі сұлу жаратып қойған. Мына жер шарын кезіп жүрсең ойлайсың, жер бетіндегі ең әдемі, ең сұлу халық біз екенбіз ғой деп өзің тәуба дейсің. Біреу құсап жидіп, 25-30-дан аспай әжім басып, терісі салбырап қалған емес. Біреу құсап көкшірейіп, жаңағы сасып шіріп жатқан емес. Біреу құсап бүйтіп сығырайып қалған емес. Өң десең өң бар, көз десең көз, мұрын десең мұрын, бой десең бой, ой десең ойды беріп қойған әдемі халықпыз. Енді қазір мына Қытайдың уколдарын салып жатыр екен. Соны тойға барып күле алмай отырады екен. Көздері бүйтіп. Неге? Ана қатып қалған. Ана укол сенің денеңнің ішіне токсин болып қатып кіріп, көзіңді бүйтіп бақырайтып тұрады, әжімді кетіріп. Аузыңды дүрдиген қыздардың бар. Сондықтан мына мен бір сөзді айтамын. Мына ернін дүрдиткен қыздарды алмаңдар. Ол бүгін ерні дүрдиіп, маймыл көтен ерін болып, әдемі болып отырғанмен, ертең ол албастының апасы болып шығады, бір 50-60-ға келмей. Ана Қытайдың улы өкілдерін салып, беттерін жаңа пластмасса бет болып, тысырайып әжіме кетіп отырған қыздарды көрдіңдер ме? 40 километр қашып кетіңдер. Бұның бәрі ертең албар, шалбар болғанда Құдай сақтасын, түнде жатқанда қатыным деп құшақтап жатқан, таңертең тұрғанда қарасаң, акулама бір бәле сияқты болады. Шошқаның мегежіні сияқты болады. Алқам, салқам, мойын, бет кетеді салбырап. Ол кезде оны құтқаратын ештеңе табылмайды. Сондықтан бірі Қытайдың жеміс жидегінен бастар. Бір. Екіншісі Қытайдың киімінен бастар. Екі. Үшіншісі Қытайдың шөп дәрісінен бастар. Үш. Төртіншісі Қытайдың косметикасынан бастартыңдар қазақтар. Бесіншісі, қазір Қазақстанда ерінбеген блогер, әртіс, әнші, күйші, биші, саясаткер, маясаткер, экономист бәрі Қытайды мақтайтын болды. Бұның барлығы Қытайдың жұмсақ күші, ақша беріп, Қытайды мақтаңдар, Қытайдың жағымды образын қалыптастырыңдар деп отыр. Осылардан абайлаңдар.